Қайырлы күн білім алушылар. Каналыма қош келдіңіздер. 6 сынып математика, 1 тарау, қатынас және пропорция. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз қатынас. Шамалар сандар айырмасы бойынша немесе бөліндісі бойынша салыстырылады. Шамаларды олардың бөліндісі бойынша салыстырған жағдайда бөлінді сөзінің орнына қатынас термині қолданылады. Ереже: екі санның бөліндісі сол сандардың қатынасы деп аталады. Әріптермен жазып көрсететін болсақ, А санының Б санына бөліндісін қатынас түрінде жазсақ, А санының Б санына қатынасы деп оқылады. Бөлшектің алымында тұрған А санын біз қатынастың алдыңғы мүшесі деп атаймыз. Ал бөлшектің бөлімінде тұрған Б санын қатынастың соңғы мүшесі деп атаймыз. Енді осы әріптердің орнына сандар қойып, мысал келтірейік. 2-ның 3-ке қатынасы. Яғни 2 деген санымыз бұл жерде алдыңғы мүше болып тұр, ал 3 соңғы мүше болып тұр. Енді осы алдыңғы мүшені берілген қатынастың соңғы мүше етіп жазайық, ал соңғы мүшені алдыңғы мүше етіп орындарын ауыстырып жазайық. Онда берілген қатынасқа кері қатынас алынды. Яғни бұны біз кері қатынас деп айтамыз. Екінші ереже: қатынастың екі мүшесінде нөлден өзге бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, берілген қатынасқа тең қатынас шығады. Мысалы, 10-ның 12-ге қатынасы. Алымында бөлімінде бірдей 2 деген санға бөлейік. 10-ды 2-ге бөлеміз, 12-ні 2-ге бөлеміз. Тең. Алымында 5 шығады, бөлімінде 6 шығады. Берілген қатынасымыз 10-ның 12-ге қатынасы болған. Енді нәтижесінде 5-тің 6-ға қатынасы алынды. Яғни бұны біз тең қатынас деп атаймыз. А деңгейінің есептерін шығарып көрейік. Нөмірі 2-ші есеп. Қатынастарды жазыңдар. Бірінші есеп: 8-дің 5-ке қатынасы. 8 бөлшек сызықты сызамыз, 5-ке қатынасы деп оқимыз. Екінші есеп: 15-дің 7-ге қатынасы. 15-дің 7-ге қатынасы осылай жазылады. Үшінші есеп: 0,6-ның 2-ге қатынасы. Төртінші есеп: 1,4-дің 7-ге қатынасы. Бесінші есеп: 0,125-дің 5-ке қатынасы. Алтыншы есеп: 0,8-дің 0,5-ке қатынасы. Нөмірі 3-ші есеп. Қатынасты оқып есептеңдер. Біріншісі: 18-дің 6-ға қатынасы. Нәтижесінде 3 шығады. Екінші есеп: 51-дің 3-ке қатынасы. 17 шығады. Үшінші есеп: 9-дің 5-ке қатынасы. Бірден береміз. 1,8. Төртіншісі: 96-ның 8-ге қатынасы. 1
12. Бесінші, 133-тің 19-ға қатынасы. 7-ден береміз. Яғни 19-ды 7-ге көбейтсек 133 шығады. Алтыншысы, 245-тің 35-ге қатынасы. 7-ден береміз. 35, 3 ойда 21, 3, 24, 245 шығады қайтадан. Келесі, 7-шісі, 78-дің 3-ге қатынасы. 26. 8-шісі, 121-дің 11-ге қатынасы. 11. 4-ші есеп. Қатынастарды қысқарту арқылы оған тең қатынасты табыңдар. 24-тің 15-ге қатынасы. Екеуі бірдей 3 санына қысқарады, 8-ден тиеді және 5-ден тиеді. Олай болса, берілген қатынасқа тең қатынас 8-дің 5-ге қатынасы деген қатынас пайда болды. Екінші, 21-дің 49-ға қатынасы. Екеуі ортақ 7 санына қысқарады, 7-ден тиеді, 3-ден тиеді. Яғни, алғашқы берілген 21-дің 49-ға қатынасына тең қатынас 3-дің 7-ге қатынас деген алынды. Үшінші есеп. 99-дің 12-ге қатынасы. Екеуі де ортақ 3 санына қысқарады, 33-ден тиеді және 4-ден тиеді. Сонда тең қатынас 33-дің 4-ге қатынасы алынды. Қалғандарында дәл осы үлгі бойынша шығарамыз. 5-ші есеп. Қатынасқа кері қатынастарды жазыңдар. Біріншісі, 7-ның 5-ке бөліндісін қатынас түрінде былай жазамыз. Енді осыған кері қатынас алдыңғы мүшені соңғы мүше етіп, соңғы мүшені алдыңғы мүше етіп жазып, кері қатынас аламыз. Екіншісі, 3-дің 8-ге қатынасын дәл солай орындарын ауыстырамыз. Алдыңғы мүшені соңғы мүше етіп, соңғы мүшені алдыңғы мүше етіп. Олай болса, 8-ден 3-дің 8-ге қатынасы 8-дің 3-ге қатынасы болып, кері қатынас алынды. Үшіншісі, 9-дің 4-ге қатынасы, оған кері қатынас 4-дің 9-ға қатынасы. Қалғанын осы үлгі бойынша шығарамыз. Келесі 6-шы есеп. Біріншісін орында 2 санның қатынасы 3-ге тең, оның соңғы мүшесі 7-ге тең, қатынастың алдыңғы мүшесін табыңдар. Яғни, бізге 2 сан берілген, оның соңғы мүшесі 7-ге тең дейді. Ал алдыңғы мүшесі туралы біз білмейміз, сондықтан оны x деп аламыз. Және сол 2 санның қатынасын 3-ге теңестіреміз. Енді 7-ні 3-ке көбейтеміз, x-ті табу үшін. 7 көбейту 3 тең 21. Сонда қатынастың алдыңғы мүшесі бізде x-тің мәні 21 болыпты. 21-ді 7-ге бөлсең 3 шығады екен. Екіншісі, 2 санның қатынасы 2-ге тең, алдыңғы мүшесі 8-ге тең. Ал соңғы мүшесін табыңдар. Ол x деп аламыз. Тең 2-ге. X-ті 2-ге көбейтеміз. 2x тең 8. Осы жерден x табатын болсақ, 8-ді 2-ге бөлсек 4. Олай болса, алдыңғы мүшесі 8, соңғы мүшесі x-тің мәні 4-ге тең болды. Келесі 7-ші есеп. Қарлығаш 18 метр секунд жылдамдықпен, ал бүркіт 36 метр секунд жылдамдықпен ұшады. Бірінші, бүркіттің ұшу жылдамдығы қарлығаштың ұшу жылдамдығынан қанша көп? Ол үшін біз 36-дан 18-ді азайтамыз. Сонда 18 метр секунд көп. Екіншісі, бүркіттің ұшу жылдамдығы қарлығаштың ұшу жылдамдығынан неше есе көп?
яғни бізде бүркіттің ұшу жылдамдығы 36-ға тең, ал қарлығаштың ұшу жылдамдығы 18-ге тең. Біз мына формулаға қарайық. А саны бізде 36, Б саны 18. А Б-дан артық болып тұр. Олай болса, неше есе артық екенін осылай анықтауымызға болады. 2 есе артық. Яғни немесе көп. 2 есе көп. Келесі, үшінші есебіміз. Қарлығаштың ұшу жылдамдығы 18. Бүркіттің ұшу жылдамдығының қандай бөлігі? Бөлшек түрінде жазамыз, қатынас түрінде. Енді қысқартамыз. Алымында бөлімінде бірдей саны. Яғни 18-ге қысқарады, 2-ден теді. Нәтижесінде қарлығаштың ұшу жылдамдығы бүркіттің ұшу жылдамдығының қандай бөлігі? 2-ден 1 бөлігі. Бұл жерде біз мынау екінші формуланы еске сақтаймыз. Яғни А алдыңғы мүшесі бізде 18 болып тұр, соңғы мүшесі 36 болып тұр. 18 саны 36 санынан кіші. Олай болса, біз қандай бөлігі екенін анықтаймыз. Яғни біздің есепте ол 2-ден 1 бөлігін беріп тұр. Келесі, нөмір 8-ші есеп. Қорапшадағы қызыл қарындаштардың саны көк қарындаштар санына қатынасы 5-тің 3-ке қатынасындай. Қорапшадағы көк қарындаштар бізде 3, ал қызыл қарындаштар 5. Сонда сұраққа жауап: қорапшадағы көк қарындаштар қызыл қарындаштардың 5-тен 3 бөлігіндей. Олай болса, жауабы В нұсқасына сәйкес келіп тұр. 3-тің 5-ке қатынасы. В деңгейінің есептері нөмірі 9. Мына формулаларды қатынас сөзін пайдаланып отырыңдар. В тең S-тің Т-ға қатынасы. Т тең S-тің В-ға қатынасы. А тең S-тің В-ға қатынасы. В тең S-тің А-ға қатынасы. N тең С-ның А-ға қатынасы деп оқылады. Нөмірі 10-шы есеп. Есептеңдер. Бірінші. Пойыз 3 сағатта 255 км жол жүреді. 3 сағат бізде уақытты білдіреді. Ал 255 км ара қашықтықты білдіреді. S. Енді осыны қатынас түрінде жазатын болсақ, алдымен жылдамдықтың формуласын жазып аламыз. S-тің Т-ға қатынасы. Енді орындарына кеп қоямыз. В тең 255-тің 3-ке қатынасы. Екінші. Принтер 12 минутта 108 бетті шығарады. Принтердің жұмыс өнімділігін қатынас түрінде жазыңдар. Жұмыс өнімділігін біз А әрпімен белгілейміз, және бет санын біз N әрпімен белгілейік, ал уақытты Т әрпімен белгілейік. Олай болса, орнына кеп қоятын болсақ, А тең жұмыс өнімділігі 108 бет 12 минутта. Яғни 108-дің 12-ке қатынасы деп оқылады. Және солай жазамыз. 108-дің 12-ке қатынасы деп. Енді үшінші есеп. 4 кг кәмпиттің құны 1500 теңге. Кәмпиттің бағасын қатынас түрінде жазыңдар. Құнын табу үшін N тең С бөлінген А. Яғни орнына кеп қояйық. С деген бізде кәмпиттің құны 1500 теңге. Ал килограмм кәмпиттің массасы 4 килограмм. 1500-дің 4-ке қатынасы деп жазамыз. 11-ші есеп. Егер 5 және 9 сандарының қатынасы 1,8-ге тең болса, қай сан қатынастың алдыңғы мүшесі, қай сан соңғы мүшесі екенін анықтаңдар. Ол үшін қатынас тақырыбын өткен кезде біз А-ның В-ға қатынасы деген әріптермен жазып алғанбыз. Және де осы алымында тұрған А әріпі бізде алдыңғы мүшесін білдірді.
Ал бөлімдегі тұрған В соңғы мүшесін білдіреді деп айтқан болатынбыз. Олай болса, есептің шарты бойынша 5 дегеніміз алдыңғы мүшесі, 9 дегеніміз соңғы мүшесі етіп алып, бұл 1,8-ге тең бола ала ма деп қарастыратын болсақ, яғни бұл қанағаттандырмайды. Енді орындарын ауыстырып көрейік. Соңғы мүшені алдыңғы мүшеге әкеліп қояйық та, ал алдыңғы мүшені соңғы мүше етіп қояйық. Олай болса, 9-ды 5-ке бөлсек 1,18. Яғни осы бізде қатынас қанағаттандырып тұр. Енді сұраққа жауап беретін болсақ, қай сан қатынастың алдыңғы мүшесі? Яғни 9 саны алдыңғы мүшесін білдіріп тұр, ал 5 саны соңғы мүшесін білдіріп тұр. 12-ші есеп. Қатынас қалай өзгереді? Егер бірінші сұрақ. Қатынастың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырса, жаңағы А-ның Б-ға қатынасын алайық. А дегеніміз ол алдыңғы мүшесі деп айтқанбыз біз. Ал В дегеніміз ол соңғы мүшесі деп айттық. Осы жерде әкеліп А 3 есе арттыратын болсақ, алдыңғы мүшесін, онда нәтиже 3 есе артады. Екінші, қатынастың соңғы мүшесін 2 есе арттырса, соңғы мүшесі бөлімін 2 есе арттыратын болсақ, жауап 2 есе кемиді. Үшінші, қатынастың алдыңғы мүшесін 2,5 есе кемітсе, жауап 2,5 есе кемиді алдыңғы мүшесі. Ал төртінші, қатынастың соңғы мүшесін 1,2 есе кемітсек, яғни бөлімін 1,2 есе кемітсек, бұл жерде жауабымыз 1,2 есе артады. Келесі, 13-ші есеп. Шамалардың қатынасын қысқартыңдар. Бірінші, 500 килограмм бөлінген 2 тонна. Біз тоннаны килограмға айналдырамыз. 1 тоннада 1000 килограмм бар екен білеміз. 2-ні 1000-ға көбейтеміз. Және 500 килограмның өзін жазамыз. Алымында бөлімде килограмм мен килограмм қысқарады. 2 нөл қысқарады. Енді 5-ті 20-ға бөлеміз. Екеуін қысқартатын болсақ, 5-ке қысқартамыз, 1-ден тет, 4-ден тет. 1-дің 4-ке қатынасы шығады. Екіншісі, 3 центнер бөлшек, яғни қатынасы 750 килограмм. Килограмға айналдырамыз. 1 центнерде 100 килограмм бар, 3 центнерде 100-ді көбейтеміз. 750 килограмм. Килограмм мен килограмм қысқарады. 300-ді 0 мен 0 қысқарады. 30 75-ке бөлеміз. Яғни қатынасы 30-ның 75-ке қатынасы. 5-ке қысқартатын болсақ 6-дан тиеді. Ал 75-ті 5-ке қысқартатын болсақ, 75-ті 5-ке қысқартамыз. 1 15. Енді 6-ның 15-ке қатынасы шығады. Тағы да 3-ке қысқартып жіберетін болсақ, 2-ден тиеді, 5-тен тиеді. Сонда 2-ның 5-ке қатынасы деген қатынас шығады. Үшіншісі, 75 сантиметр 6 метр. Сантиметрге айналдырамыз. 1 метрде 100 сантиметр бар, 6-ны 100-ге көбейтеміз. Сантиметр 75 сантиметр. Енді сантиметр мен сантиметр қысқарады. Бұл жерде 75 пен 600 қысқартатын болсақ, 1-ден бөліміне 8-ден 1-дің 8-ге қатынасы шығады. Төртіншісі, 56 дециметр
қатынасы 16 дециметр. Екеуі де дециметр болғандықтан қысқарады дециметр. 56 мен 16 8 санына қысқарады. 2-ден тет, 7-ден тет. Сонда 7-нің 2-ге қатынасы шығады. 5-ші. 1,12-ден 5-ті 12 минут 1 сағатқа қатынасы. Біз білеміз, 1 сағатта 60 минут бар екені, яғни 12 минуттың 60 минутқа қатынасы. Минут пен минут қысқарады, 12 мен 60 қысқарады, 5-тен тет, 1-дің 5-ке қатынасы шығады. 6-шысында 30 минут және 2 сағатқа қатынасы. 1 сағатта бізде 60 минут бар, 2 сағатта 120 минут, 30 минут. Яғни минут пен минут қысқарады. 30 бен 120-ны қысқартатын болсақ, 30-ға 1-ден тет, 120-ға 4-ден тет. Сонда 1-дің 4-ке қатынасы шығады. Енді соңғы 14-ші есеп. Бөлшек сандардың қатынасын натурал сандардың қатынасы түрінде жазыңдар. 2-нің 5-ке қатынасын бөлеміз 1-дің 3-ке қатынасы. Бөлудің ережесі бойынша бірінші бөлшек өзгеріссіз жазылады. Бөлу амалы көбейтуге айналып, кері амал, және екінші бөлшектің орындары ауысып түседі. Яғни кері сан жазылады. 2 жердегі 3 6, 5 жердегі 1 5, сонда 6-ның 5-ке қатынасы шығады. Екінші 4-дің 7-ге қатынасы бөлеміз 1-дің 2-ке қатынасы. 4-дің 7-ге қатынасын өзін жазамыз, ал 2 мен 1 орындары ауысып түседі. 8-дің 7-ге қатынасы шығады. Үшінші 5-дің 6-ға қатынасы бөлеміз 3-дің 8-ге қатынасын. 5-дің 6-ға қатынасын көбейтеміз, 8 бен 3-дің орындарын ауыстырамыз. 6 мен 8 қысқарады, 2-ге 4-ден тет, 3-ден тет. Сонда 20-ның 9-ға қатынасы шығады. Енді 4-ші 3,9-дан 1 бөлеміз 2,6-дан 1. Аралассаны бұрыс бөлшекке айналдырамыз, 27, 28. Екінші бөлшекті ауызша 1-ден айналдырып, орындарын ауыстырамыз. 12, 13, 13 бөліміне түседі, 6 алымына шығады. Енді 6 мен 9 3 санына қысқарады, 2-ден тет, 3-ден тет. Нәтижесінде 56 бөлінген 39, яғни қатынасы. 56-ның 39-ға қатынасы. 5-ші есеп. 1,12-ден 5 бөлеміз 2-нің 15-ке қатынасы. Бірінші бөлшекті аралассанды айналдырамыз. 12, 17 көбейту 15 пен 2-нің орнына ауыстырамыз. 3-ке қысқартамыз, 5-ден тет, 4-ден тет, 35, 85-дің 8-ге қатынасы. 6-шы есеп. 1 бөлінген, яғни 1-дің 8-ге қатынасы бөлеміз 1,12-ден 7-ге. Бірінші бөлшек өзгеріс жазылады, бөлуіміз көбейтуге айналады, және аралассанды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 12 бөлшектің бөлімдегі алымына шығады. 12-ге 7-ні қосатын болсақ, 19 бөліміне жазылады. Яғни 12 мен 8 4 санына қысқарады, 3-ден теді, 2-ден теді. Нәтижесінде 3 бөлінген 38, яғни 3-дің 38-ге қатынасы деген сан шығады. Қымбатты білім алушылар, С деңгейін есептерін шығарамыз. 16-ші есеп.
сөйлемнің мағынасын қатынас түрінде оқып жазыңдар. Бірінші, әрбір үшінші тотықұс жасыл түсті. Жалпы 3 тотықұс бар, соның біреуі ғана жасыл түсті. Олай болса, 1-дің 3-ке қатынасы деп жазамыз. Екіншісі, гүлзардағы әрбір 12-ші гүл раушан гүлі. Раушан гүлі біреу-ақ, ал жалпы гүлдің саны 12. 1-дің 12-ке қатынасы деп жазамыз. Әрбір 5-ші бала сары бала. Балалар саны 5, соның біреуі ғана сары бала. Келесі, ормандағы әрбір 20-ші құс, жалпы 20 құс бар. Сол біреуі ғана тоқылдақ, 1-дің 20-ға қатынасы деп жазамыз. 17-ші есеп. Бірде екінші суретте кескінделген сынық сызықтың буындары ұзындықтарының мүмкін болатын қатынастарын жазыңдар. АВ сынық сызығының буыны 3-тің, ВС сынық сызық буынына қатынасы, яғни 5-ке. 3-тің 5-ке қатынасы деп жазуға болады. Ал ВС сынық сызығының буынының ұзындығы 5 сантиметр, ол СД сынық сызық буынына қатынасы 4. 5-тің 4-ке қатынасы деп. Ары қарай басқа сынық сызық буындарында осы қатынас түрінде жазыламыз. 3-тің 4-ке қатынасы, 5-тің 3-ке қатынасы, 4-тің 3-ке қатынасы және 4-тің 5-ке қатынасы деп жазуға болады. Келесі 18-ші есеп. Осы қатынас тақырыбын өткен кезде біз А санының В санына қатынасы деген ереже туралы айттық. Осы екеуінің қатынасын А-ның В-ға қатынасы деп оқыдық. Енді осы жердегі А алдыңғы мүше, В соңғы мүшесі деп аталған болатын. Енді мынандай шарттарға қарайық. Егер алдыңғы мүшесі В соңғы мүшеден үлкен болатын болса, ол артық немесе неше есе артық екенін білдіреді. Ал егер де А алдыңғы мүше В соңғы мүшеден кіші болатын болса, ол қандай бөлік екенін білдіреді. Мына жерде артық немесе есе артық деген мағынаны білдіреді. Қазір 18-ші есепте бізде бірінші есепте 15-тің 18-ге қатынасы. Бұл жерде біз екінші шартты қанағаттандырып тұр, яғни А алдыңғы мүше 15 болып тұр, В 18 соңғы мүшеміз. Сонда қандай бөлігі екенін көрсетіп тұр. 18-дің 15 бөлігі. Қандай мағынаны білдіреді деген сұраққа келесі. 18-дің 15-ке қатынасы. Бұл жерде бірінші шарт бойынша А алдыңғы мүше 18, В соңғы мүше 15-ке тең болып тұр. Яғни 18-дің 15-ке қатынасы 18 артық 3. Бұл жерде қанша қыз бала, ол баладан қанша артық екенін көрсетіп тұр. 3 қыз бала артық екенін білдіріп тұр. Үшінші, 15-тің қосамыз, бөлеміз, 15 қосу 18. Яғни 15-ке 18-ді қосатын болсақ, бізде барлығы 15-ке 18-ді 33 оқушы сыныпта. Сол 33 оқушының 15-і ол бала дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде 33 бұл соңғы мүше, ал 15-і бұл алдыңғы мүше. Енді 4-ші есепке келейік. Қандай бөлігі, яғни 33 оқушының 15 бөлігі бізде ол бала деген мағынаны білдіріп тұр. 4-ші есеп 18-дің 15 қосу 18. Бұл жерде 18 деп отырғанымыз қыз бала, ал жалпы 33. Сонда 18 бізде А, В дегеніміз 33 болып тұр. Қандай бөлігі екенін көрсетіп тұр. Сонда 33-тің 18 бөлігі бізде қыз бала деген мағынаны білдіреді. Келесі 19-ші есеп.
дәптерге қабырғаларының қатынасы А 2-ның 3-ке қатынасы, В 7-ның 4-ке қатынасы және С 5-тің 5-ке қатынасындай тіктөртбұрыш салыңдар. Тіктөртбұрыш қай жағдайда квадрат екенін анықтаңдар дейді. 2 деп отырғанымыз, яғни бұл енін білдіреді, ал В 3 деп отырғанымыз бұл ұзындығын. Ұзындығы, яғни А деген мынаны біз В дейік. Сонда төртбұрыш салатын болсақ, ұзындығы бізде 3, ені 2. Мынандай бөлінді түрінде берілетін болса, бұл нақты ұзындық білдірмейді. Сондықтан қасында біз x әрпін жазамыз. 3x, 2x. Енді келесі, мына жерде ұзындығы 7 болып тұр бізде, А, ені 4 болып тұр. Олай болса, ұзындығы 7, ені 4. Осындай тіктөртбұрыш саламыз. Бөлінді түрінде берілетін болса, бұл нақты ұзындық емес. Сондықтан біз қасына x-ті жазамыз. 4x. Келесі. Екеуі де бірдей 5-5. Бұлай болса, біз бұл А деп аламыз. Барлық қабырғасы тең деген сөз. Тең деген сөз. Сонда 5x, 5x. Сұрақ. Тіктөртбұрыш қай жағдайда квадрат? Мына 3-ші жағдайда. Барлық қабырғасы тең болып тұр. С жағдайында квадрат болып тұр. Келесі, бұл біріншісі, енді екіншісін көрейік. Тікбұрышты параллелепипедтің өлшемдерінің қатынасы А 5, 4, 3. 5-тің 4-ке бөліндісі, 4-тің 3-ке бөліндісі. Олай болса, мынау А ұзындығы, ені, биіктігі. С әрпімен белгілейміз биіктікті. Енді осыны сызып көрсетейік. Біреуін сызып көрсетейін. 5. Так, 4. Мынау 5, x, мынау 4x. Биіктігі бізде 3 дейді, 3x. Осындай параллелепипед бізде пайда болды. Енді бұл жерде сұрақ. Тікбұрышты параллелепипед қай жағдайда куб болады дейді. В жағдайында да бізде 6-ның қатынасы 5-ке және 3-ке дейді. Осындай параллелепипед әртүрлі қабырғасы, ұзындықтар 6, 5, 3 деген. Ал енді С жағдайында бізде 7, 7, яғни 7-ның 7-ге, 7-ның 7-ге қатынасы. Осы 3-ші жағдайда бізде куб болады, өйткені барлық қабырғасы тең болып тұр. С жағдайында. Келесі 20-ші есеп. Қатынас түрінде жазып көрсетіңдер. Бірінші, 5-тің 12-ке қатынасының алдыңғы мүшесін 30 санымен алмастырыңдар. Бұл есепте біз 30 санымен алмастыру үшін алдымен алдыңғы мүшесін 5-ті, 30-ды 5-ке бөліп аламыз. 6 деп жазамыз. Енді қатынас өзгермеу үшін оның соңғы мүшесі неге тең болу керек деген сұраққа жауап берейік. Ол үшін біз алдыңғы мүшесін 30 етіп алыңдар деді. Сол алдыңғы мүшені біз 6-ға көбейтеміз. Осы кезде жаңағы айтқан 30 санымен алмастырылды 30 алдыңғы мүшесі. Ал екінші соңғы мүшесін 6-ға көбейтеміз. 6-ға. Осы екі көбейтінні бір-біріне бөлеміз, яғни қатынасын аламыз. Олай болса, алдыңғы мүшесі 30 болады, ал соңғы мүшесі
72. 30-дың 72-ге қатынасы деп оқылады. Немесе 30-дың 72-ге қатынасы деп жазуға болады. Келесі, екінші есеп. 5-тің 8-ге қатынасының соңғы мүшесін 56 санымен алмастырсақ, қатынас өзгермеу үшін оның алдыңғы мүшесі неге тең болу керек дейді. 5-тің 8-ге қатынасы, яғни соңғы мүшесі мынау 8 56 санымен алмастыратын болсақ дейді. Олай болса біз 8-ді 7-ге көбейтуіміз керек. Сондықтан 5-ті алдыңғы мүшені біз 7-ге көбейтеміз. 8-ді 7-ге көбейтеміз. Яғни осы екі көбейтіннің бөлінісін аламыз. Сонда 5 жердегі 7 35, ал 8 жердегі 7 56. Қатынас түрінде 35-тің 56-ға қатынасы деп жазаламыз. Номері 22-ші есеп. Көшенің ені 50 метр. Оның ұзындығының еніне қатынасы 200-ге тең. Көшенің ұзындығы неше километр? Біз енін В әрпімен белгіледік. Тіктөртбұрыш, яғни көше тіктөртбұрыш тәрізді ұзындық өлшемдермен берілген. Яғни ені 50 метр. Енді оның ұзындығының еніне қатынасы, ұзындығын А әрпімен белгілейтін болсақ, еніне қатынасы есеп шартында 200-ге тең дейді. Көшенің ұзындығы неше километр? А-ны табу керек. Біз А-ны табу үшін 200-ді В-ға көбейтеміз. А тең 200, В-ның орнына 50-ді қоямыз. Тең 10.000 метр болады. Енді осыны километрге айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз, сонда 10 километр шығады. Есептің жауабы көшенің ұзындығы 10 километр. Келесі 23-ші есеп. Тіктөртбұрыштың периметрі 32 сантиметр. Оның ұзындығының еніне қатынасы 5-тің 3-ге бөліндісі қатынасына тең. Тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар. Периметрі бізде 32 сантиметр берілген, және ұзындығының еніне қатынасы 5-тің 3-ге бөліндісі түрінде берілген. Оқушылар алдыңғы есепте айтып кеткенімдей, 5-тің 3-ге бөліндісі мынандай түрде берілетін болса, бұл нақты өлшем емес, сондықтан біз бұны 5х 3х деп қарастырамыз есеп шығару барысында. Енді тіктөртбұрыштың периметрінің формуласын біз білеміз. П тең 2 көбейтілген А қосу В. Орындарына әкеп қоямыз. П дегеніміз бізде 32-ге тең, 2 көбейтілген А-ның орнына біз 5х-ті қоямыз, ал В-ның орнына 3х-ті қоямыз. 32 тең 2 көбейтілген 8х. 32 тең 16х. Х-ті табамыз. 32-ні 16-ға бөлеміз. Х тең 2. Енді осы 2-ні алып келіп, мына жерге қоямыз. А тең 5 көбейтілген 2. 10 сантиметр. В тең, мына Х-тің орнына қоямыз. 3 көбейтілген 2, 6 сантиметр. Есептің шартында бізде тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар деген. Ауданның формуласы А көбейту В. Орнына кеп қоямыз. А бізде 10 болды, В 6 болды. Екеуін көбейтсек 60 сантиметр квадрат. Есептің жауабы тіктөртбұрыштың ауданы 60 сантиметр квадрат. Келесі 24-ші есеп. Құйманың құрамындағы мыстың массасының қалайының массасына қатынасы 1,4-ге тең. Құймадағы мыс 420 килограмм. Құймадағы қалайы неше грамм? Массаны біз М әрпімен белгілейік. Мыстың және қалайының екеуінің қатынасы бізде 1,4-ге тең дейді. Енді 1,4 бұл ондық бөлшек. Осы аралас сан түрінде жазатын болсақ, 1,4 бұрыс бөлшекке айналдырсақ 10-нан 14.
Екеуін екі санына қысқартсақ 7, мына жаққа 5-тен теді. Сонда 7-нің 5-ке қатынасы. Енді орындарына кеп қоямыз. Бізде құймадағы мыстың массасы бастапқыда есеп шартында 420 грамм болып берілген. Орнына кеп қойық. 420 бөлінген құйманың массасы белгісіз x деп аламыз. 7-нің 5-ке қатынасы. Енді пропорция құрамыз. 7-ні x-ке көбейтеміз және 420-ны 5-ке көбейтеміз. 7x тең 2100 болады. Осы жерден x-ті табатын болсақ, 2100-ді 7-ге бөлеміз. Сонда 300 грамм шығады. Есептің жауабы қалайының массасы 300 грамм. Келесі 25-ші есеп. 25-ші есеп. Бірінші қорапшадағы 18 қарындаштың 12-сі көк түсті. Келесі екінші қорапшадағы 12 қарындаштың 9-ы көк түсті. Үшінші қорапшадағы 24 қарындаштың 20-сы көк түсті. Енді осыларды қысқартайық. 12 мен 18 6-ға қысқарады. 2-ден және 3-ден теді. 12 мен 9 3-ке қысқарады. 3-ден және 4-ден теді. 20 мен 24 4-ке қысқарады. 5-ден 6-дан теді. Сонда бірінші қорапшада 3-ден 2, екінші қорапшада 4-ден 3, үшінші қорапшада 6-дан 5. Енді бөлшектің бөлімінде тұрған 3, 4, 6-ны ортақ бөлімін тауып алайық. Яғни ең кіші ортақ еселіктері үшеуінің 3, 4, 6-ның 12 болады. Осы 12-ні 3-ке бөлетін болсақ, бізге толықтауыш көбейткіш 4 болады. Яғни 8, 12-ден 8. Келесі 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. 3 жерде 3, толықтауыш көбейтсек 9 болады. Келесі 12, 12-ні 6-ға бөлсек 2, 5 жердегі 2, 10. Сонда қай қорапшадағы көк түсті қарындашты алу мүмкіндігі көп? Үшінші жағдайда 12-ден 10 болған жағдайында. Жауабы үшінші жағдайда. Келесі 26-ші есеп. Ертіс өзенінің Қазақстан жері арқылы өтетін ұзындығы 1700 километр. 1700 километр. Акты көздерін пайдаланып, Ертіс өзені ұзындығын 10-қа дейінгі жуық мәнмен тауып, оны жазыңдар. Яғни бұл жерде біз картадан акты көздерін қолданып анықтаған кезімізде, оның Ертіс өзенінің ұзындығы 4248. Ондық бөлшекке жуықтаған кезде 4250 болады. Енді 1700-ді 4250-ге қатынасын аламыз. Яғни Ертіс өзен ұзындығының қандай бөлігін анықтау үшін екеуін қатынасын аламыз да, сөйтіп 850-ге қысқарады. Алымында 2-ден теді, бөлімінде 5-тен теді. 2-нің 5-ке қатынасы шығады. Сонда жауабы Ертіс өзені ұзындығының 5-тен 2 бөлігі Қазақстан жері арқылы өтеді. Осымен оқушылар қатынас тақырыбы бойынша А, Б, С деңгейіндегі есептердің барлығын қарастырып болдық. Енді менің каналым егер видео сабақтар ұнаған болса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңді жазып, комментарийге түсінбеген сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.